Бүгінде жаһандық проблемаға айналған экология мәселесі біздің де өңірімізде баса назарға ие. Бұл ретте жыл санап аумағы ұлғайып келе жатқан Степногорск өңіріндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны кеңес барысында талқыланды. Арнайы басқосуға қоғамдық және экологиялық кеңес мүшелері, қала әкімінің орынбасары мен қалалық мәслихат депутаттары қатысты. Мұның барысында меймандар Степногорск қаласында құрылыс қоқыстарын жинау, шығару, қайта өңдеу және кәдеге жарату сауалдарын күн тәртібіне қойды. Ең бірінші болып сөз алған Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жанындағы экология жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы Мәриям Әбішева қоғамдық кеңес жұмысы, оның бағыттары мен Нұр Отан партиясының экология жөнінде атқарып отырған жұмыстары жөнінде баяндады. По экологии мы провели. Экология мәселелері бойынша Көкшетауда алғашқы қоғамдық кеңес өткіздік. Бүгін Степногорск қаласында өткізіп жатырмыз. Алдымен жақсы жол картасын таңдау керек. Өйткені өзгертетін кейбір сәттер бар. Олар таза ауыз суға қол жеткізудің, қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің, көлдерді, су қоймаларын тазалаудың, көгалдандырудың негізгі бағыттары. Біз 90-ына бір рет жиналуымыз керек. Сұрақтар қалай түседі, оларды шешу қажет болады. Степногорск қаласында экология мәселелері өткір тұр. Сол себепті сіздерде қоғамдық кеңестер тіпті жиі жиналу керек деп ойлаймын. Сонымен бірге кеңестерге ғылыми қайраткерлер мен қоғам қайраткерлерді де шақыру керек деп ойлаймын, деді баяндамашы. Осы жыл бойы қалалық полигон құрылыс қоқыстарын қабылдамайды. Бұл мәселе бізді қатты алаңдатуда деп отыр кеңес төрағасы. Сәуір айында өткен кеңесте депутаттар әкімдік пен қалалық полигонға жауапты құрылыс МТК серіктестігі арасында қоқысты уақытша жинау туралы шарт жасауды ұсынған болса керек. Мұнымен бірге жұмыс тобы да құрылуы тиіс еді. Алайда жұмыс тобын құру бойынша құжаттар әлі де дайындық үстінде. Ал құрылыс МТК компаниясы енді қандай қоқыс, оны кім келген бақылап есепке алуды қолға аламыз деп отыр. Сондай-ақ мұнда белгілі болғандай, құрылыс МТК қоқыс қалдықтарын 6 ай мерзімге дейін полигонда сақтауға құқылы. Бірақ мерзім аяқталысымен оларды сақтайтын не көметін орын әлі де белгісіз. Жиын жалғасында меймандар экология полициясына қалада жедел профилактикалық іс-шараларын жүзеге асыру қажеттігін атап өтті.